Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2009 жылы шыққан Дитя тьмы фильмін қысқаша айтып беремін. Если я узнаю, что ты врешь, я отрежу твой маленький член. Кейт және Джон есімді ерлі-зайыптылар перзентханаға келеді. Кейттің толғағы басталады. Медбике оны коляскаға отырғызып алып бара жатыр. Оның астынан қан аға бастайды. Кейтті операция бөлмесіне жатқызады. Медбике оған балаң өліп қалды дейді. Бірақ Кейт оған сенбейді. Бір кезде олар өлі сәбиді шығарып, қанға боялған матаға орап Кейтке көрсетеді. Кейт шошып кетіп, қатты айқайлайды. Бұл оның түсі екен, бірақ оның баласы расымен де түсіп қалған және содан кейін бедеу болып қалған. Кейт бұл жан ауруын ішімдікпен басқысы келеді. Оның ішімдікке деген құштарлығы артып, жиі ішетін болады. Бірақ уақыт өте Кейт ішуді қояды. Бір күні ол Макс есімді қызын мектептен күтіп алады. Ол керең және мылқау. Кейт оны көлікке отырғызып жолға шығады. Бағдаршамда тұрғанда ол жүк көлігіне соғысуға сәл қалады. Олар үйге келіп, Кейт фортепианода ойнайды. Макс доппен баскетбол ойнап, анасына кедергі келтіреді. Әйел жест арқылы оның доғаруын өтінеді. Содан кейін үйге күйеуі Джон келеді. Ол баласы Дэниелді алып келген. Джон балалармен доп ойнап кетеді. Кешке қарай Кейт қызын жатқызып, оған аспанға ұшып кеткен кішкентай Джессика жайлы ертек айтып береді. Макс оның сіңілісі бола ма деп сұрайды. Анасы нақты жауап бермейді. Кейт және Джон бала асырап аламыз деп шешім қабылдайды. Олар балалар үйіне келеді және Эстер есімді кішкентай қызбен танысады. Ол ән айтумен және сурет салумен айналысады. Джон мен Кейт онымен тез тіл табысады. Қыз оларға басқа балалардан өзгеше екендігін айтады. Ол жердің директоры Эбигейл ерлі-зайыптыларды өз кабинетіне алып кетеді. Ол Эстердің басқа елден келгенін айтады. Баланың бұрынғы ата-анасы өрт кезінде қайтыс болған. Эстер әрең аман қалған. Эбигейлдің айтуынша ол ерте есейген. 2 апта өткеннен кейін ерлі-зайыптылар Эстерді балалар үйінен алып кетеді. Ол мылқаулардың тілін тез үйреніп алып, Макспен достасып кетеді. Ал Дэниелмен ара қатынасы онша жараспай қалады. Түнде қатты дауыл болады. Эстер мен Макс найзағайдан қорқып, ата-анасының қасына келіп ұйықтайды. Таңертең Эстер ескі көйлек киіп, баспалдақтан түседі. Кейт оның киімін көріп, мектепке сай келмейтінін айтады. Эстер басқа балалардан өзгеше болып тұрғанның еш зияны жоқ деп түсіндіреді. Мектептен кейін Дэниел пейнтбол мылтығымен ойыншықтарға атып ойнайды. Ол жерге құс қонады. Дэниел оған оқ атып жарақаттайды. Дэниелдің қасына Эстер мен Макс келеді. Эстер құсты қинамай таспен ұрып өлтір дейді. Дэниел тыңдамайды. Содан кейін Эстер құсты таспен өлтіріп, ол жұмаққа кетті дейді. Кешке Кейт асыранды қызының бөлмесіне кіргісі келеді, бірақ есік кілттеніп тұр. Эстер шығып, бір өзі қалғанда кілттеп алатынын айтады. Кейт оның бөлмесінен Библия тауып алады және оның ішінде белгісіз еркектердің суреттері тұрады. Эстер мектепке келіп, құрдастары оны мазақтайды. Ол ашуланып, қатты шыңғырады. Содан кейін үйге келіп, Кейтпен бірге фортепианода ойнайды. Содан кейін ол өгей анасынан Макс айтып жүрген Джессика жайлы сұрайды. Кейт оны өлген қызының моласына келеді және оның түсіп қалғаны жайлы айтады. Кейт ас үйге барып, кешкі ас дайындауға кіріседі. Джон артынан келіп, әйелін сүйе бастайды. Ерлі-зайыптылар бір-бірін аймалайды. Эстер оларға қарап тұрады. Кейтке өгей қызының оларға қызығып қарағаны ұнамайды. Ол болған жайтты Эстермен талқылағысы келеді, ал ол үлкендердің жақындасатыны жайлы білетінін айтады. Кейт Эстерді психологқа апарғысы келеді, бірақ Джон оған келіспейді. Джон Эстермен алаңға барған кезде таныс әйел мен оның қызын кездестіріп қалады. Эстерге ол қыздың мектепте ренжіткені есіне түседі. Ол қыз горкаға мінгенде Эстер оны итеріп жібереді. Бренда аяғын сындырып алады. Эстер өгей ата-анасына ол қызды итермегенін айтады. Түскі ас кезінде Дэниел мен Эстер арасында келіспеушілік болады. Дэниел ата-анасының оны кері балалар үйіне қайтаруын сұрайды. Содан кейін Макс, Кейт және Эстер азық-түлік алуға шығады. Кейтке Эбигейл қоңырау шалып хабар алады. Эбигейлге Эстердің медициналық картасы керек. Кейт асыранды қызына телефонды бергенде ол сөйлесуден бас тартады. Ол Эбигейлге алаңда болған жайт жайлы айтады. Кейт үйге оралып, Эстердің фортепианода ойнап жатқанын көреді.
өгей анасы өз құлағына сенбей қалады. Эстер фортепианода енді ғана үйреніп жүрмін деп айтқан еді. Ерлі-зайыптылар бөлмесінде өгей қызының мінез құлқын талқылайды. Кейт Эстерді өтірік айтты деп айыптайды, ал Джон оны қорғайды. Кейт Джонға 10 жыл бұрын оның көзіне шөп салғанын есіне түсіреді, ал Джонға әйелінің қорлығы есіне түседі. Олар ұрысып қалады. Олардың үйіне Эбигейл келеді. Ол Эстер жайлы өз күмәндарын айтады. Оның айтуы бойынша қыздың жүрген жерінде әрқашан қиыншылық болады. Бұрынғы мектепте де Эстерде балалармен келіспеушілік болған, ал Салливандардың үйін өртеген адамды әлі таппаған. Ол ерлі-зайыптылармен сөйлесіп жатқанда Эстер ішінде пистолет жатқан сейфтің кілтін тауып алады. Қыз револьверді алып ішіне бір оқ салады. Ол пистолетті Макстың басына тақап, ойын ойнаймыз ба дейді. Мылқау қыз ол ойынға қатысқысы келмейді. Эстер оған үйге жаман әйел келді және оны қорқытып жіберу керек дейді. Ол Максты ертіп алып көпірге қарай жүгіреді. Ол жерден Эбигейл көлікпен өтуі керек. Көлік ол жерге жақындап қалғанда Эстер Максты жолға итеріп жібереді. Әйел бұрылып жолдан шығып кетіп, жылап отырған Максқа келеді. Сол кезде Эстер артынан келіп, оның басынан балғамен ұрады. Олар оның денесін жолдан шығарып тастайды. Әйел оянғанда Эстер оны Макстың көзінше балғамен ұрып тастайды. Кішкентай қаншер аяқтарды ағаш үстіне орналасқан үйге жасырады және Дэниелдің оны көріп тұрғанын біліп қалады. Түнде Эстер Дэниелдің бөлмесіне пышақпен келеді. Баланың мойнына пышақ тақап, көргеніңді ешкімге айтпа деп қорқытады. Дэниел қорыққаннан оған айтпаймын деп уәде береді. Ерлі-зайыптылар Эстерді психиатрға апарады. Қабылдағаннан кейін дәрігер оларға қызға көп көңіл бөлін дейді. Балалар үйінің қызметкерлері Кейтке қоңырау шалып, Эбигейлдің жоғалып кеткенін айтады. Олардың үйіне полиция келеді. Ерлі-зайыптылар күдікті ештеңе байқамағанын айтады. Эстер бөлмесінің есігін кілттеп алып, отбасының өлікке толып тұрған үйінің суретін салады. Кейт асырап алған қызына күдікпен қарай бастайды және интернеттен балалардың психикалық ауруы жайлы қарайды және марқұм Эбигейл айтқан аурулар жайлы ақпарат тауып алады. Джон өз әйеліне сенбейді. Ол Эстермен бірге қалып сурет салады. Ол Эстерге анаңмен жақсы қарым-қатынаста бол және оған жақсы нәрсе жаса дейді. Эстер Джессиканың моласында өсіп тұрған гүлдерді жұлып алып Кейтке әкеледі. Кейт қатты ашуланып, оның қолынан ұстап лақтырып жібереді. Эстер темір қысқышқа өз қолын салып, білегін сындырады және қолымды Кейт сындырды деп Джонға шағымданады. Джон оны ауруханаға апарады. Дәрігерлер қолының сынғанын айтады. Джон оған Кейтті кінәлайды. Әйелі Эстердің қолынан сынатындай қатты ұстамағанын айтады. Джон Эстерді қасына алып, Кейтті бөлмеге кіргізбейді. Әйел дүкенге барып, 2 бөтелке вино алады. Кішкене ойланғаннан кейін, бөтелкенің біреуін раковинаға төгіп, екіншісіне тиіспейді. Таңертең Кейт балаларды мектепке апарады. Дэниел көліктен түсіп келе жатқанда, жыртылған сөмкесінен кітаптарын түсіріп алады. Кейт көліктен түсіп, баласына кітаптарды жинасып көмектеседі. Осы кезде Эстер көлікті тежегіштен айырып, көлік ішіндегі Макспен бірге артқа қарай жүріп кетеді. Бірнеше метрден кейін көлік қарға соғылып тоқтайды. Джон бір бөтелке виноны тауып алады. Ол әйелін ішімдікке салынып жүр деп күдіктеніп, наркологиялық клиникаға апарғысы келеді. Кейт Эстердің психикалық ауруханада жатқанын біліп қалады. Ол құжат жинап, оларды Джонға апарғысы келеді. Дэниел қарындасынан Эстердің Эбигейлді өлтіргенін және Макс отырған көліктің тежегішін сол айырғанын біледі. Дэниел ағаш үйде орналасқан айғақтарға барады. Үйге кіргенде ол жерді Эстер өртеп жібереді. Бала ол жерден қашамын деп жерге құлап, мойнын қайырып есін жоғалтады. Эстер оны таспен ұрғысы келеді, бірақ Макс құтқарып қалады. Дэниел реанимацияға түседі. Эстер Дэниелдің бөлмесіне кіріп, оны жасанды демалу аппаратынан айырады. Макс анасына келіп, Дэниелге қауіп төніп тұрғанын айтады. Дәрігерлер Дэниелді аман алып қалады. Кейт Эстерді шапалақпен салып қалады. Содан кейін әйелге ұйықтататын укол салады. Джон анасымен бірге Эстер мен Максты үйіне алып кетеді. Ол қонақ бөлмеде ішімдік ішіп отырады. Эстер ашық киініп, бетіне макияж жағып, оның қасына келеді. Ол Джонмен жақындасқысы келеді, бірақ Джон оған әлі кішкентай екенін айтады. Кейтке психикалық ауруханадан қоңырау шалады.
Дәрігер Эсердің кішкентай қыз емес екенін айтады. Оның шын мәнінде Лина Клеймер есімді есі ауысқан 33 жастағы әйел екенін айтады. Ол әйел сирек кездесетін психикалық аурумен ауырады және гормон жетіспегендіктен ол кішкентай балаға ұқсайды. Ол бір схемамен жұмыс жасайды. Отбасыға асыранды болып келеді және өгей әкесін азғырады. Жақын қарым-қатынастан бас тартқан кезде ол бүкіл отбасыны өлтіреді және айғақты жою үшін үйді өртеп жібереді. Дәрігер тез арада ол үйден отбасын шығарып, полиция шақыру керек екенін айтады. Кейт көлікке отырып үйіне тартады және күйеуіне қоңырау шалады. Лина үйдің тоғын өшіріп, Джонды пышақпен өлтіреді. Содан кейін сейфтен пистолетті алып, оны оқтайды. Кейт үйге келіп, күйеуінің өлі денесін көріп, шок болып, Максты іздеп кетеді. Лина оған оқ атып, қолын жарақаттайды. Кейт үйдің үстіне шығып, терезеден Максты көреді. Кейт терезені ашып, Линаның үстіне түседі. Лина өтірік есін жоғалтады. Кейт оның пистолетін тартып алып, Максты алып далаға қашып кетеді. Лина пышақты алып, Кейттің артынан жүгіреді. Оның пистолетін түсіріп жіберіп, мұздың үстінде төбелеседі. Лина Кейттің бірнеше жерін пышақтайды. Макс пистолетті алып, Линаға атады. Лина мен Кейт мұздың астына түсіп кетеді. Судың астында біраз төбелестен кейін Кейт судан шығады. Лина оның аяғынан ұстап, өтірік аянышты болып көмек сұрайды. Ал Кейт оның басынан теуіп, ол суға батып кетеді. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.